Армысыз, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс. Еске сала кетейік, 5 маусым күні республикалық референдум өтеді. Ал Нұр-Сұлтан тұрғындары референдумға дауыс бере ме? Бірге біліп көрейік. Там особо больших изменений нет, но то, что уберут роль первого президента, это будет положительно. Референдум туралы? Ешкімнен естіген жоқ. Ешкім естіген жоқ. Даже несінде оқыған жоқпын әлі. Білмедім соның үшін. Қатысамыз. Сол әйел адамдарды 58 жаста шығарса деген ойым. Халық жағдай дұрысталу керек, жақсы болу керек. Сол басқа. Бәріміз әйтеуір жүрміз ғой, тіршілік, күйбің-кіршілік, жұмыс, бала шаға асырау. Өзгеріс енді ол неге байланысты ғой, бастықтарға. Қандай не болады, не өзгереді. Оның бәрісін сол бастықтарға байланысты ғой. Референдумға өзіңіз қатысасыз ба, барасыз ба? Барамыз. Былай жаңалықтардан бойынша оқып жатырмын. Естідім, 5 июньге болады. Конституцияға өзгерістер енгізу бойынша сұрақтар талқыланады. Жалпы өзіңіз референдумға қатысасыз ба? К сожалению, бармайынша өкінішке қараймын. Немеге выборларға да особо бармайтын, андай особо қызықтырмайды. Честно говоря, нет, даже не интересовалась. Даже говорю, я сейчас так забита своими делами, что даже не читаю новости. Но я знаю, что будут изменения в Конституции, если в референдуме мы примем участие. Но я сама не буду участвовать, потому что это мое решение. Біз өкінішке қарай қатыса алмаймыз, өткені 18 жасқа толған жоқпыз. Сол әйелдердікін 58-ге түсірсе деп, ер адамдардікін 61-ге, 60-қа түсірсе деген енді сондай тілегіміз бар. Әділ болатынына сенесіз? Әділ болады деп ойлаймыз, сенеміз. Өйткені біз Қазақстанның жаңа Қазақстан болып өзгеруіне біз 100% сеніп жатырмыз ғой. Демек, әділ болады барлығы. В ту сторону жду просто. Я говорю, единственное плохо, что нету возможности за каждый отдельный пункт изменений в Конституции проголосовать. Что получается, как говорят, что просто либо да, либо согласен, либо нет.